классына топтар болады, соны топқа сол арқылы бөлінеміз. Бір-бірден келіп сіз қағазын ала қойыңдар, жылдан оқимыз да, кімге қай топ жүріп заттарын алыңызда барып отыра аламыз. Жарай ма? Ең алдымен үй тапсырмасын пысықтап алайық. Бүгінгі үй тапсырмасы сендерге мынадай сұрақтар дайындап келген. Барлықтарын кітапқа қараймыз. Жұлдызшаның бірінші сұрағы, жұлдызшаның орнында қандай функция тұр дейді. Кім айтады? Ал косинус квадрат альфа, синус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа қосылған, синус квадрат ол бізге нені береді? Бірді береді. Жарайсың отыра ғой. Екінші сұрағымыз қандай тригонометрия формула функциялардың жұп функциялар, ал қайсы тақ функциялар деп айтамыз? Зейнеп айта ғой. Синус, тангенс, котангенс тақ функция, косинус жұп функция. Жарайсың. Косинус жұп функция екен. Ал үшіншісі көбейтіндісі бірге тең функциялар. Қандай функциялар екен? Синус топта не білмей тұрмыз? Кім айтады? Ал Убас айта ғой. Тангенс альфа көбейтілген котангенс альфамыз ол бірге тең. Тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа бірді береді. Ал тангенс төртінші сұрақ. Тангенс альфа мен котангенс альфа төртінші ширекте қандай мәндерді қабылдайды? Ал Асем айта ғой. Төртінші ширекте теріс. Теріс мәндерді қабылдайды. Дұрыс айтты ма қалғандарын білеміз ба? Дұрыс, теріс мәнді қабылдайды. Бүгінгі сабақ мақсатымыз, оқу мақсатымыз келтіру формуларын қорытып шығару және қолдану. Келтіру формуларын біледі, келтіру формуларын қорытамыз, келтіру формуларын есептер шешуде қолданамыз. Бүгінгі сабақта. Ал енді тригонометрия детективтік қызметтер агенттігі дейді. Мен сендерге осы жерде қазір бір суретті жасырамын. Жұмбақ адамның есімін табу. Сабақ барысында осы математиктің есімін табамыз. Екінші, адасқан формулалар. Бұл жерде қазір формула шығады, соны біз табамыз. Бұрыштардың қосындысы мен айырымның формулалары ма? Жоқ, әлде жарты бұрыштың формулалары ма? Жоқ, әлде қос бұрыштың формулалары ма? Немесе келтіру формуласы. Қайсы екенін барлығымыз бірімізден кейін біріміз қол көтеріп табамыз. Бірінші формула. Қандай формула? Котангенс. Жақшанышты 3-те бөлінген 2 қосылған альфа. Бақберген айтсыншы. Келтіру формуласы. Қазір көреміз. Өте дұрыс екен, я? Келтіруге кетіп. Екінші синусек альфа. Зейнептен басқа ешқайсысын жауап бере алмаймыз ба не? Жақсылан. Қос бұрыштың формулалары. Ал дұрыс екен. Келесі. Тангенс альфа бөлінген. Жарты бұрыштың формуласы. Көрсеттің өзі аты, я? Келесі. Котангенс альфа қосылған және айырымы беттаға. Қосындысы мен айырымы формулалар. Бұрыштардың қосындысы мен айырымы формулалар. Өте дұрыс. Келесі синус пи қосылған және алынған, яғни пи мен альфаның қосындысы мен айырмасы. Кім? Нәзира айта ғой. Қос бұрыштың формулалары. Қос бұрыштың қазір көреміз. Келтіру формуласы екен. Нәзира. Келтіру формуласы. Тангенс пи бөлінген 2 қосылған альфа ма? Ал дұрыс екен. Косинусек альфа ше? Қос бұрыштың формуласы. Ал өртенген құпия формула дейді. Енді мына жерде сендерге құпия формула беріледі. Мына жерде қандай формула жасырынған? Табайықшы. Біріншісінде сен косинустар топ айтады, косинус альфа жасырынған дейді. Ал жазып қой, тұрсын жазып қой бір жерге. Жоқ. Келесі. Екінші. Тангенс альфа.
Sinüs sayfa bola mı? Жарайды, есте сақтап қояйық. Үшінші, бір қосылғанда тангенс квадрат альфа ма? Отырышқа көреміз онда. Тангенс альфа көбейтілген котангенс альфа. Сымбат. Bir дейді. Ал бесінші формулаға қамаса не бар екен? Косинус квадрат альфа. Ал Назира. Ал алтыншы сұрақта не бар екен деп ойлайсың? Ал енді көрейік шығар. Сондай сендердің айтқандарың дұрыс па екен? Дұрыс жауаптарды. Ал біріншісінде ақ жолда косинус альфа дұрыс екен. Косинустар екінші сұрағымызда дұрыс екен. Синус альфа екен, үшінші жасырынған тангенс квадрат альфа екен. Бесіншінде Рамазан адасқан екен, бізде бұл косинустар квадрат альфа деп едік, негізінде синус квадрат альфа екен. Енді жаттап жүреміз, есте сақтаймыз. Ал жарайсыңдар, енді келесі тапсырмаға өтетін болсақ, келесі тапсырмада бізде ежелгі гректер ізімен есепті тап дейді. Мынадай есеп бар, мен сендерге әр топқа бірінші қатар, екінші қатар деп, бірінші қатар синустар уақытты үнемдеу үшін бірінші қатарға синустарға бірінші қатарын беремді. Шығарамыз косинустарға екінші қатарын беремді. Тангенстерге үшінші қатарын беремін. Қазір ақпарат беремін сендерге. Кішкене қима қағаздан алып келіңіз. Ақпарат беремін. Соған шығарамыз, иә? Сосын шығарған есебімізді тақтаға жазамыз. Жарайсыңдар ма? Шығарған есептерді тақтаға жазамыз. Жарайсыңдар, барлықтарың болсындар ғой. Ал тақта синустың тапсырмасын косинус пен тангенс тексерейікші. Синус пи бөлінген 3 алынған косинус пи бөлінген 6 қосылған косинус пи дейді. Тең. Ал синус пи бөлінген 3 нешеге тең екен бізде? Косинус пи бөлінген 6 ше? Түбірас 3 бөлінген 2. Неге бізде қана түбірас 3 бөлінген 2 тең 1 деп жазып қойғанбыз бұл жерде? Қатесін дұрыстайдық па? Кім дұрыстайды? Қай топ дұрыстайды? Деп жазылады, иә? Сосын косинус пидан не тұр? Сіздер былай жазасыз. Түбірас 3 бөлінген 2 бөлінген түбірас 3 бөлінген 2 десін, тең минус 1 деп қойғасыңдар да? Сосын мен соған түсінбей жатырмын. Ал тағаттарым түсінбей жатыр болған. Неге олай болды екен деп. Кейінде бізде минус 1-ге тең болады. Түбірасты 3 бөлінген 2 бір-бірінен қысқарады, сосын жауабы тең минус 1 қалады. Ал, дұрыс па? Ал, отыра ғой. Екіншісін көрейікші. Тангенс 0 қосылған котангенс пи бөлінген 4 бірге тең дейді. Дұрыс па екен? Барлықтарыңыз ақтадық па? Дұрыс екен, иә? Ал косинус тобының шығарған есебін синустар мен тангенстер тексереміз. Синустар көңдер шыққан косинус пи бөлінген 3 минус синус пи бөлінген 6 бар, синус 3 пи бөлінген 2-де. Дәл осылай орындала ма? Дауысымыз шығарамыз. Иә ма? Жоқ па? Дұрыс шығарды па? Дұрыс орындаған екен, минус 1 болады. Кесте берілген. 3 топқа да осы кестені қоямын. Уақыт беремін. Жылдамдарды толтырамыз. Косинус тексереді. Косинустардың тангенстер тексереді. Тангенстердің
сүйіністер толып тексереді. Қазір дұрыс жауап тақтаға шығарып қойды. Соған қарап тексереміз жылдан. Тобымыз, тексеріп қойған тобымыз айтамыз. Түсіндіріп береміз. Айта қойшы жылдан. Косинус тобында барлығы Дұрыс, иә? Жарайсыңдар. Сүйіністер тобы, таңдесір тобында барлығы дұрыс екен. Өте жақсы. Косинустар синустар тобында 3 қате бар. Пи бөлінген 2 плюс альфада минус синус альфа болады. Соның плюсын жазып қойған. Пи бөлінген 2 минус альфада минусын жазып қойған. Екеуінің орнын ауыстырып қате жазып қойған. 3 пи бөлінген 2 плюс альфада плюс синус альфа болады. Олар минус синус альфа болады. Не шықты білдік па? Әріпті жазып гепард деген, иә, қазір көреміз. Гепард екен. Никелі гепард, иә? Оған кішкене ақпарат беріп өтейін. Біздің эрамыздан бұрынғы 1120 жылдары өмір сүрген екен. Ежелгі грек ғалымы, астроном, математик, механик, географ. Байқадыңдар ма, қанша мамандық иесі екен, иә? Тригонометрия негізін қалаған. Алғашқы тригонометрия кестені ойлап тапқан. Біле жүрген, иә? Енді бүгінгі сабақтарын үйге тапсырма формуланы қайталау және жаттау. Үйге 471-дің 3-4 мен 472-ші есеп. Бағалау барлықтарына жақсы орындағандар, өте жақсы орындағандарға үздік деген баға қоямыз. Орташа оқығандарға, қателерді ұстағандарға орташа баға қоямыз. Енді бүгінгі кері байланыс берейікші. Мен білдім, үйрендім, маған қызық болды, маған ұнады, маған ұнамады. Рамазан, орнынан тұршы, мына жердің қайсысын үйреніп формаларды орнына қоюды. Жарайды, форманы орнына қойып үйреніпті. Ал Әсем, Мен үйрендім, бүгінгі сабақта енді формулалар мен есепті қалай шығарып беру екен. жарайды. Тағы, ал болсын айта ғой. Мені таңғалдырғаны Никелі гепардтың көптеген мамандық иелері болғандықтан мені таңғалдырды. Жарайсың, көптеген мамандық иесі болған таңғалдырды. Жарайсың, осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.